Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет, жұп-жұмсақ, нәзік, пешті қажет етпейтін, 5-ақ минутта дайын болатын осындай керемет пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пиццаның қамырын дайындап аламыз. 2 жұмыртқаны саламыз. 4 ас қасық майонез, 4 ас қасық қаймақ салып, жақсылап бір масса болғанша араластырамыз. Қаймақтың майлылығы міндетті емес, кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Енді осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай масса дайын болады. Енді осы массамыздың үстіне 9 ас қасық ұн салатын боламыз. Осымен пиццамыздың қамыры дайын. Осындай масса болып шығуы керек. Енді ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Үккіштен өткізілген сыр, қызанақ, шұжық. Табамызды отқа қойып, 1 ас қасық сұйық май қойып, салмамызды құямыз. Қасықпен шет-шетін әдемілеп жаятын боламыз. Барлық жерін осылай әдемілеп тегістеп шығамыз. Енді оның үстіне менде осындай қызанақ пастасы бар. Сіздер кетчуп қолдансаңыздар болады. Үстіне жайып шығамыз. Оның үстінен шұжық саламыз. Қызанақ саламыз. Әдемілеп жайғастырып қойып аламыз. Өздеріңіз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Аскөк салсаңыздар да болады. Тәтті бұрыш салсаңыздар да болады. Ең үстінен осылай ірімшігімізді себеміз. Енді табамыздың қақпағын жауып, орташа отта 5-10 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің жұмсақ, нәзік пиццамыз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес етемін. Дүкендегі пиццадан кем түспейді. Балапандарыңызға күнделікті жасап берсеңіздер болады. Өте керемет шығады. Балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің отбасым қатты сүйіп, ұнатып жеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауша белгісін басып, комментарий, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.